Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін сіздермен 7-ші сыныптарға арналған 8-ші зертханалық жұмыс хлор сутек қышқылының бейтараптану реакциясы зертханасын жасап көрейік. Яғни бізге ең бірінші қажетті құрал-жабдықтар. Ол Петри табақшасы, натрий гидроксиді ерітіндісі, тұз қышқылы ерітіндісі, тамшылар, суы бар стакан және фенофталин индикаторы қажет болады. Сонымен тәжірибені бастайық. Петри табақшасына 1-2 мл натрий гидроксиді ерітіндісін құямыз. Натрий гидроксиді ерітіндісі сілтілік ортаны көрсеткендіктен фенофталин ерітіндісінде оның түсі таңқурай түсті болады. Яғни, осы натрий гидроксиді ерітіндісіне фенофталин индикаторынан қосамыз тамшылатып. Яғни, таңқурай түске өзгеріп жатыр. Міне, байқағандарыңыздай, ерітінді таңқурай түске өзгерді. Енді осы алынған натрий гидроксиді ерітіндісін біз тұз қышқылы ерітіндісіменен бейтараптаймыз. Яғни бейтараптану реакциясы жүрген кезде, тұз қышқылын қосқан кезде таңқурай түс жойылу керек. Осы сәтті бақылап көрейік. Яғни тұз қышқылы ерітіндісін 2-3 мл аламыз. Тамшылармен сөйтіп осы ерітіндіге құямыз. Көріп тұрғандарыңдай, таңқурай түс жойылып, ерітіндінің түсі түссізденіп кетті. Яғни, натрий гидроксиді тұз қышқылыменен әрекеттесіп, бейтарап ортадағы натрий хлориді және су өнімдері түзілді. Бүгінгі сабақ сендерге өте қызықты болды деген ойдамын, барлығы да түсінікті. Осымен бүгінгі сабағымыз біздің аяқталды. Қош, сау болыңдар.